красавчик сол ән ұнайды маған. Бірақ сол жеріндегі айтатын сөздеріңді осы уақытқа дейін жаттай алмадым. Не деп айтасың сол жерде, айтшы. Жетті лақты ол тыңдамайды неге? Ассалаумағалейкум, кеш жарық құрметті Қазақстан ұлттық арнасының тұрақты көрермендері және КТА ойындарына келген барша көрермендер. Кеш құтты болсын! Қазақстан ұлттық арнасының көрермендері, КТА ойындарының барша көрермендері белгілі бір себептермен, яғни денсаулығына байланысты. Ассалаумағалейкум, қалайсың? Абужан, сен осындасың ба? Арықтап кетірсің. Босандың ба? Енді арнайы жалғастырайық. Қазақстан ұлттық арнасының көрермендері Айдан, сізге ойын таппады. Саламатсыз ба? Жүрекке таныс гүлікке ұмсылу, жалындағынан сәрсесін оталау. Жалғызбын деп жамағады бір сұлу, жалғыздықта сұлу болады екен ау. Айда ханым, мына гүл шоқтары сіздерге. Айда ханым, қош болды. Айда ханым, сіз білесіз бе? Орал? Гүлназ, бұл сен ойлағандай, сен ойлағандай. Сен ойлағандай, мен Айда ханымды бір көргеннен. Не істеп жүрсің сен? Былай шықпайық. Орал, дәл осылай болса, мен өзімді қояға жеттім бай, тұрсың ба сен мені? Не деген адамсың сен? Ана Гүлназды кім жақтың? Братан, мен білмеймін, ол өзімен өзі жылап жүр, бағана Оралмен ұрсып қалып братан. Ба, Орал шақыр ғой. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Неге жатасың ана Гүлназды? Екі ғашықтың ортасына есім кеткен сөйтті. Есім кеткен? Неден түсіксен маған? Брачкин. Ал братан. Не братан? Қош көрдім. Артыңызда кім? Мен еще осын бір жерден көрдім. Мен бері қарай самолетпен кеткен кезде үстінен көрген екен мына жерде. Сен ше, Москваны көрсең ба? Келе жет. Көрдің бе? Китап қайтамыз деп кетеміз деп жатқан кезде ол қалып қойғанға мені лақтырғанға. Мені лақтырғанға. Тағы да қызықтар болғанда біздер өте қызық болғанға. Көшеге шығып, басқа баладармен төбелескенге болғанға. Ашуланғанға болғанға. Хоп дегенге. Чтобы паразан тұрғанға. Сөйтіп алдымызда тұрғаны талпа тұрғанға. Екіміз барғанға. Лақтырғанға. Болғанға? Бұл жолы мен лақтырғанға. Ойын мынау кітап оке. Ойнаймыз, екі жаққа кетеміз, түсінің ба?
WhatsApp'tan жазып, звондап, құрбыларыммен ақылдасып, мені алып қашып кетіп жүрмейсің бе? Сендегілер постоянно жасырмайды. Ал үйлендік ал. Отбасыда ұрыс керіс болады. Мынау мені алып тастайды ғой дегенің. Қалайсыңдар? Не болсыңдар? Не жаңалық бәрі дұрыс па? Біраз болды көрмегелі. О, мынау Әділқазылар жақ не жап-жап болып жарқырап тұр десем, телет жүргізуші Әйгерім ханым отыр екен. Енді бұл кісі таң азанымен болатын таң жолбанып жүргізеді. Кешке үйде болады. Кешке шыға шықпайды. Нағыз қазақтың тәрбие көрген қызы осындай болу керек. Қош келдіңіз, Қытайға. Мен негізі енді ол таң жолбанды көре бермеймін. Мен өзім әбеттен кейін тұратын адамым. Бір рет бір көргім кеп, бір ерте тұрып кеп, қоссам жоқ емес. Таң жолбан да жоқ. Ол күні сен Таңшолпан көремін деп ерте тұрған жоқсың ғой. Сен Головкиннің боксын көремін деп тұрған. Енді Головкиннің боксының алтын Таңшолпан ұрып жүр. Әйгерім әпше, қош келдіңіз. Әпше демеші. Ағасы сияқтысың ғой сен. Әйгерім ханым десе, болмаса қызым де. Немерем десең де біраз сеніп қалады. Әйеке демеші. Мынау енді осындай маңызды ойынға неге үшеу-ақ келді деп ойлап отырған шығарсыздар. Мына командада қалған жігіттердің бәрі барғанда не қыламыз, сөйлемейміз. Әңгіме жоқ біз айтатын, бірақ сөз айтамыз да тұрамыз. Керек емес, мазақтай бересің деп бәрі қалып кетті, ренжіп. Мынау да келгіш жоқ еді, бармайын деп отыр еді, бұны әрең көндіріп алып, бүгін ойында бар өнерін саласың деп. Баста. Бастамай тұр. Құрметті көрермендер, мына залда жүрегі нашар, қаны аз, давлениесі бар, кішкентай баламен отқан, түнде жатар орнында дәрі ішіп жатқан адамдар болса, шығып кетсін, болмаса көздеріңізді жұма тұрыңыздар, мен мұны қандай өнер көрсететінін білмеймін. Ондай қорқынышты өнер көрсетпейді, қорқытпасай мысалы. Ол кәдімгі түнде шабыт өлең шығаратыны бар екен. Бұның біраз өлеңдері хит болады қазір. Жақында футболдан Франция-Қазақстан матчы өткен болатын. Матчтан кейін Қазақстан құрамасының киім ауыстыру бөлмесінде. Құрметті достар, жақында әлеуметтік желіге барша Қазақстандағы облыс әкімдерінің айлық көрсеткішін көрсеткен болатын. Ең азы Павлодар облысының әкімінің екен. Сонымен көреміз Павлодар облысы әкімінің үйде болған жағдай. Шашалым мен кәдімгі шамалы қиылып кеттім. 41 әпсін жұмыс істейді. Сен тоқалдан туылғансың ба? Тоқалдан туылғансың ба сен? Не дұлдан бұлсың? Қалай дұлданбайсың? Әкімдердің айлығы жарияланды білесің ба? Ішіндегі ең бейшара айлығы аз сен. Сен түсінсейші, мен айлыққа емес, сен шамалы абыройға жұмыс істеп жатырмын ба мен? Абыройға? Абыройға ма? Абыройын жем онда. Абыройын жем? Неғылай кешке тағам абырой болып келе ма? Абыройыңыз киіп, абырой киім болып жүрек. Онда жағасы күшті, орпыге абырой киіп алайын ертең. Бұлардың бәрі сыңғырлап тұрсын, абыройда салбырап сыңғырын. Жұрттар деген жептен түсіп атқан кезде, екеуміз абыройда түсіп кетер күшті. Ана ауыл әкім болып жүргенің дұрыс еді ғой, табысың нормально. Бұл кезде вообще 300 мың алдым ғой мен. Табысың да айтқан жоқ. Сен қойсашы болды ғой. Бір емес, екі емес. Не жетпей жатыр саған айтшы, не жетпей жатыр? Жетпей жатыр. Былай тарсаң Мальдиваға жетпейді, былай тарсаң Дубайға жетпейді. Дубайға жетпейді, былай тарсаң Египетке жетпейді. Жұрттар деген айына 3 рет барып жатыр, жылына 3 рет барып жатыр ғой шетелге. Сен тоқалдан туылдың ба, түсінбедің сен айтшы. Сен тоқал демемеші, мен де тоқал туралы әңгімелеймін ғой. Қай бетін айтасың, айның анау. Айналайын сен түсінсейші, мен әкіммін. Қойш,
ертең барасың, ана бастықтарына барасың, арыз жазасың, жұмыстан шығамын деп айтасың, ана Қыранталап па, соны мобилография оқисың, ана жұмыс істеуге болады. Ол Инстаграмда айтып жатыр ғой, айына 2 миллион, 3 миллион табамыз деп. Соларда қай жерің кем? Жүресің ба сол, одан да мобилограф бол. Сен есің дұрыс па, айналайын. Мен әкіммін ғой, мобилограф емес. Мен абыройым үшін жұмыс істеп жатқан адам. Мен айлығым 900 мың болса да, халықтан алатын алғысым мен 1.800.000 ғой. Сен түсінсеңші, айналайын. Ақша да емес қой, 80 мың, 90 мыңға жұмыс істеп, өзінің семьясын асырап жатыр ғой, бақытты болып. Бар, ертерек жатың, азын ерте тұрасың. Неге? Мына Қыранталап деп сөйлесіп қойын, бір ресторан арасың. Қытай ойындарының жартылай сайыстары сахнада тобы екінші сайыс, әуенді сайыс, яғни әуенді биатлон. Әр команда алғашқы турда 3-3 әзілді, әуенді әзіл биатлон оқып берді. Құрметті мүшеліктеріңіз, командаларымызға сәттілік тілейміз. Бірінші оң жақтан солға қарай ауса, или солдан оңға қарай, арабша кетеміз. Оңдан солға қарай, Орал Прайд. Үлкен болды ма? Болды. Әр нәрсеге орнып қалатын оқушының айтқан әні. Білім нәрін толтырдық біз кеудеге, қателіктер болып жүрді кей кезде. Қасыл ақтырып қалып едім байқамай, директордың басына кеп тигенде, қош бол енді мектебім менің. Екінші, үніменен пастырылдым. Туған күнім бүгін жасырмай, 20-ға толдым досымай, осыдан 20 жыл бұрын бір тамшы көздің жасындай. Тамаша, 3 әзіл оқылды. Солай сияқты. Кеше көрінші. Гондурас деген ел бар, мен болған жоқ болмадым. Гондурас елінен ән ұрлап алған әншінің әні. Әнім, Гондурастың әні. Террорист, яғни лаңкестер Төреғалидің әнін гимн қылып алыпты. Қай қала, Анкара ма, Анталия ма, Дубай ма? Тамаша қарай жалғастырамыз. Қорқыт жастары Қорқыт ата университеті Қызылорда. Вакцинаға қатысты ән. Қайдасың, дәрігерлер тауыпты ғой айдасың, паспортыңды жүрі берші көрсетіп, бізді бәрі салдырды деп ойласың. 2005 жылы қызбен жүріп жүрген үлкен ағаның әні. Не жазды мен жаным саған, полиция келіп тұрмаған, айдың күннің аманында соттал кетпейін. Көптен бері, біраздан бері айтылмаған ән. Жарылған намыстан қағанақ 30 жылдықтарды еске алдық. Тамаша, ағарай жалғастырамыз. Қызылорда облысы Жасарал командасы. Футболдан Франция Қазақстанды 8-0 ұтқан болатын. Сол ойынды көрген жанкүйердің әні. Талай жерге барып көрдім, футболға көңіл салып көрдім, шешінген судан тайынбас, Франциямен ойынға барып көрдім. Бірінші гол қыршып кірді, Мбаппе деген қырсық болды, екінші гол судай кірді, оғанда жүрек шыдай берді, үшінші гол ауыр болды, Мбаппе тағы тәуір болды, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші голдары кіре берді. Осымен ойын бітіп кетті, қысқасы бір сөзбен айтқан кезде француздар бізді мұжып кетті. Облысы Арыс құрама командасы. Балғынбек Имашевтың Кәмшат Жолдыбаеваға айтқан әні.
иманда кел халқатай етегіңді ұзартып. Әлі күнге дейін друг вокругке кіретін жігіттің әні. Ты друг, я друг, мы криминальный круг. Тамаша, келесі. Олимпиада жайлы ән. Өзбекте 3 алтын, орыста 4 алтын, Қазақстанның құрамасы неғып бардыңдар жалпы? Тас дәуіріндегі мектеп бітіруші түлектердің әні. Bir dövrдің мөлдіреген аспан едік, бір дәуірдің мөлдіреген жастар едік. Арман тастар қайда, асыл тастар қайда, мынадай тастар қайда екен. Тамаша, жалғастырамыз. Мемлекеттік бағдарламаға арналған ән. От болатын, шоқ болатын, бар болатын, жоқ болатын, ой бәләй, 7-20-25. Кредит алып едім Каспийден, атқандай болды мені таспенен, неше түрлі номер хабарласып, болып кеттің бүгін мас күнем. Тамаша, екінші ән алынды, не айтасыздар? Әр қазір басы. Сіздер! Кімсің? Кімсің болғанда мен Қазақстаннан келдім, есім Темірлан. Шоуыңнан үйренуге келдің ба? Жоқ, сізге сұрақ бар. Қояды. Сізде қайсы заряд көрме? Қайсы деген не? Тайпси деген Samsung үлкен тұр ғой зарядка. Samsung деген не? Samsung деген телефон звондайсың. Телефон деген не? Нағандық мынау деймін. Телефон деген алло қайдасың, үйдемін. Үйдің ішінде үй деген не? Үй деген шипір бар, жар бар. Үйінде сұлу қыздар жүреді, сол үй. Сұлу қыздар деген не? Сұлу қыздар деген Майра Мұхамбет қыздар. Ризасыздар! Олдым! Олдым дес! Жаңа сөзіңіз қалып бұра шықса! Еліміздің алло үмітіңген әші бол! Сен кімсің дейді о? Сол әншінің елінде өмір сүріп жатқан адаммын. Зарядка жоқ! Қайтқыздарым, қайтқыздарым. Сынсай, маған Шаолин өнерін үйретесіз бе? Інім, Шаолин өнерін үйрену үшін сен өмірде қымбат нәрсені жоғалтуың керек. Өмірде қымбат нәрсе, тайпси зарядка жеңіл, ата-ана ауыр разылын алу керек. Мен сабырымды жоғалттым. Сабырыңды жоғалтуға не себеп болды? Франция, Қазақстан 8-4. Сен бізді түсінбейсің, сендер футбол жоқ еді. Сендер бар ма? Мынандай екі сабыр қыласың. Нұрсұлтан қаласы, Абай көшесі 18-ші үй, 2-ші пәтерде болған оқиға. Аслан, мен кетейікші, қорқытты мен, кетейікші. Кетейікші деген қуасың болсын. Қайтады, есекпен проездесінің ақшасын жаралайды. Мен ұрлық бірінші рет келіп тұрам, қорқытты мен, шын айтам. Қорықпа, уайымдама, бәрі бірінші рет қорқынышты болады, сосын кейін іздейсің өзіңді. Әйелімді сөйткен елім басқа нәрсемен. Келіп қалады, біреу келіп қалса бітті кеп, кетейікші шынымен де. Кетейік, қоймаған сен қуасың ба? Не болды саған? Неге келесің ондай болатын бұзарлыққа? Енді мен ақша тауып үйренуім керек қой. Үйренуім керек, оның не, қызың бар ма? Екі қыз бар ғой, біреу мені сүйеді, біреу мені сүйеді. Қалай? Біреу мені сүйеді, біреу мені сүйеді. Ей, уайымдама, сен бүйт. Сүйгенді сүй, сүймегенді дейтін бар. Жасұлан, не, сүйгенде ол қыздың аты біртүрлі болып тұр ғой. Аты не болды? Атына не болды? Адам деген атына қарады, қыз таңдай ма? Адам затына қарайды, тәрбиесіне қарайды, шыққан тегіне қарайды.
Атын Тыныш күн болыпты ғой. Тыныш күн дейсің ба? Тихоня дейсің ғой. Сый. Мынаның ішінде сияқты. Жасұлан, сый тоң міне. Міне. Пароль білмеймін ғой. Бірдей бастап 8-ге келмеш. Үйде пароль, Wi-Fi пароль сондай. Қуасың болса, Wi-Fi сый сондай қуатын бет. Білмей, қалай шарыздан? О, чичі ғой. Мә, ашылды. Не тердің? Ашылды ба? Не ашылды? Өмірінде бір жер рекорд қойдың ғой 6 секундта. Ақша қарасай бриллианттар ғой. Біз баймыз. Дубайда жүрмейсің. Береш, Жасұлан, береш. Тағы да береш, Жасұлан. Береш, бірден көрсен, береш. Үштірмісін тұрмын да. Қайда барасың сен? Мен үйленемін. Риза болайын. Қазір. Кухня бар, су ішіп қайтамын. Бұл тезерде кетіп қалайын енді. Абай? Тыныш күн? Сен мұнда не істеп жүрсің? Сен не істеп жүрсің? Мен осында жүргеніме 23 жыл болды ғой. 23 жыл бойы не шаруамен жүрсің, аманшылық па? Мен осында тұрамын ғой. Ал өзің не шаруамен жүрсің? Мен негізінде мен Тыныш күн саған бірдеңе айтайын. Неге? Сен маған үйленуге сөз салуға келдің ғой. Сөз салуға? Мен келісем. Сөз салуға болғанда. Иә, сөз салуға келдім саған. Шын сөз салуға келдім. Бұл не досы? Мен қорқам. Ана жақта. Ұры емес пе? Жоқ, мен әкем бар үйде. Сен құда түсіп алып кетеміз сені. Тыныш күн? Тыныштық па? Не болды бұдан түсте? Жұрт көрсе ұят емес па, не айтады? Есік жоқ жүрмейсің ба? Әкешім, танысып қойыңыз. Ол сіздің болашақ күйеу балаңыз, есімі Абай. Маған сөз салуға келіпті бүгін. Сөз салуға? Тоже сөз салуға келдің ба? Басқа бірдеңе салуға жоқсың әйтеуір? Жоқ. Сен жүріп тұрың ел, тоже сөз салуға келіпсің ғой, не деймін маған? Жарамай жүрсің. Кім, Тыныш күн, шай қойшы бар тез. Шашап кеттің жарым. Жақсы алған десен? Шашап жүрсің. Шашап жүрмін жұмыста. Мынау, сен вообще түріңдағы ғой, пәлі бітірген кәдімгі. Пәлі ойды кәдімгі. Ұрыс сияқтысың сен. Қояға дейсің. Ұрласам сіздің қызыңыздың жүрегін ұрлап алған шығар? Міне осындайлардан шығар. Осындайлар өмір ұстап жатқан. Кеше бір жігіт ұстап қалыпты. Неге ұстадыңдар десе? Ойбай, жаңағы қыздардың жүрегін ұрлап жүреді дейді. Бағынек біреу шығар дедім. Болса жөнге ақ дедім. Сөйтіп барсам, ана жігіт шынымен қыздардың жүрегін ұрлап, ана қыздардың органдарын сатып жүрген, ақша тауып жүрген маньяк екен. Міне сендерден шығады осындайдың бәрі. Қой аға, жақсы. Қой аға, жоқ, жақсы деме. Жүре берме. Жаңа ғана осы туралы келіп танысып отыр. Танысамыз ары білсеміз, әңгіме айтамыз. Не ол? Абай, бұл жақтан тауып алғанымды қара. Не тауып алдың? Басқа бір тауып алған сияқты. Танысып қойыңыз, бұл менің әкем. Әкем ол сіздің құдаңыз, Тыныш күн папасы. Не yapıyorsun? Қуаныштың көшесі ғой. Қай қуаныш? Қуасың? Не қуаныш? Сен өзің көшесің жоқ па не? Бар. Бәсен көшесің таныс, алла қуаныш болса жылап кеткен, сирек істеу. Солай де. Кім Тыныш күн? Қасқа кетпеші маған шай ішетін. Қасық бар менде. Мә. Қасық бар дегеніз? Қасық бар, керегі жоқ. Жоқ, сен ол қасықты неге сөйлесің? Мен арасынан қатты қорққан кезде тілім жүріп қоятын бар. Шай бірдеңе сөйлесіп бәдеу? Енді былай.
Болса да құласы ғой енді. Бізде қыз береңіз ба дегеніз? Қолғат деген. Қолғат деген. Қолы басқалардың жері былашы екен. Қолғаттың оны бұл деген менің кәдімгі көмекші. Сен бұнымен ойнама. Мынау басында дәптер болып, киімінің өзі айтпай. Дәптер болып келген жұмысқа. Ақтайын деп осындай болып. Аға өзім хабарласып. Жақсы. Құда! Бәкәсі шықпай осы өтсек. Құда! Мынау енді бізде қыз бар дегендей бәрін түсініп отырып, маған енді сіздер енді асықсын келіп қойдыңыздар. Мен де бір ыңғайланып, анау жаным жағындағаны туыстарының бәрін жинап, барлығын үйге шақырып, сөйтіп жалғыз қыз Біз ертерек біз асықсы келіп қойған сияқтымыз. сөйтіп Асықпай келейік біздер. асықпай келіңдер. Асықпай кәдімгідей бәрін дайындалып той туман ғой. Өсіріп отырған қызымыз жалғыз қыз. Асықпай келейік біздер. Кешірі ханымдар мен мырзалар, және де біздің тұрақты көрермендер. Талайдың жолын табатын, барын айқындап беретін тәуіптер шайқасы 2 маусым ұлттық арнада. Бүгінгі еліміздің түкпір-түкпірінен келген таңдаулы тәуіптерді сынға алатын Түркістан облысының тұрғыны Арыс қаласы Қуатжан Базарбаев бізде қонақта. Қош келдіңіз, Қуатжан мырза, отырыңыз. Жалпы бүгінгі біздің тәуіптерді қалай сынға алмақсыз? Бірдеңе жоғалды ма? Жоқ әлде бірдеңе уайымдатып жүр ма? Жоқ, уайымдатып жүргенде ит жоғалды ғой. Ит жоғалды дейді. Демек, ол төбелесетін ит немесе пародасы сондай қымбат ит болды ғой. Жоқ, мәшкет ғой кәдімгі. Звонок ше, үйде жүретін мындай ұзынша лимузин. Лимузин дейтін ғой бұрын. Сондай ит жоғалды. Үйреніп қалған ит еді анау. Әйтеуір азында тұрғызатын ерді. Одан кейін мамашықпен миды ашып жүрді. Сол ит ерекше итен тап соңында. Ендеше бүгінгі біздің тәуіптер итті іздейді ғой. Иә, бір дұрыстау табатындар шығаршы, өтініш алдындарда болмасыншы. Далбасылап кетпесінші. Ендеше біздің алғашқы тәуіп бұл былтырғы маусымда қатысқан, бірақ өкінішке орай жолы болмаған, биылғы маусымда қатты дайындықпен келген Түркістан облысы Арыс қаласы 033 парк бидің тұрғыны Аманшаш тәуіпті қарсы алыңыздар. Немене böyle трансформатордың ішінен шыққан ба? Табала ма? Табалды. Көрмет. Индийский кинода әкелер ұқсап не істеп жатыр ма? Дұрыс. Ит көрініп жатыр, ит. Үрсей, құндағын жақсап. Сені ит істеген. Ит істеген несі, басым ба? Сөйлеме! Талдаш, ит істемеген мен, Құдай сақтасын, жағын қарсын. Ат тепкен базар жоқ. Ит істемеген. Сөйлеме! Ары қарай түкірш. Маған ондай оламайды, кішкене жеркеніп қаламын. Кедергі істеме! Көрнет! Айтшы. Кедергі жасамаймыз. Кешпе. Қуатжан, келіңіз. Маған істеп жатқан дұрыс па? Жоқ, сіздің Жоқ. тәуіптерге қол жұмсауға болмайды. Жоқ, түсініп тұрмын ғой, мен адам ұқсап айтын. Мен қол жуатын жер емеспін ғой. Жоқ, әр тәуіптің өзінің әдісі бар. Ол шашын жұлады, түкіреді, сіз оны сабыр сақтаңыз. Ит керек болса сіз шыдайсыз. Жоқ, бол. Бірақ мынау тапқан жоқ, далбасалап кет. Ендеше Басқа біреу бар. бізде тағы да бір екінші үміткерді қарсы аламыз. Бұл жаңа Алматы облысынан келіп отырған Нөмірбек деген тәуіп бар бізде. Өмірбек? Жоқ, Өмірбек емес. Нөмірбек. Нумеролог бұл тәуіп. Нөмірмен, цифрмен табады. Ендеше қарсы алыңыздар. Алматы облысынан келген тәуіп
Нөмірбек тәуіп, қарсы алыңыздар. Кәрім қайдела? Майкл Джексонге той болған тәуіп па неме? Точно тәуіп па? Мен бірдеңе көріп тұрмын, мен бірдеңе көріп тұрмын, мен өте бірдеңе көріп тұрмын, өте... Осындай. Ол өте нәзік болған, қорқақ болған. Ит болса да бір рет өмірінде үрмеген. Ит көріп тұрмын. Ит, нумерология. Біз цифрмен айтамыз. Дұрыс. Ит екен тапты. Енді иттің қайда екенін таба алады екен бұл кісі. 8, 7, 6. Маған цифр керек, Хоча. Қай жыл туылдыңыз? Цифр айтыңыз маған. Цифр. 90 жыл. 99. Ол бақыттың цифры. Бақыттың цифры, сіз бақытты болуға тиіссіз. Жалпы бойдақсың ба? Сен үйлен. Точно тәуіп па? Және маған туған күн керек. Туған күн. Иттің туған күні қашан? Халқының туған күні естен шығып кете береді, иттің туған күні қақтан береді. Үлкенде болып кеп қалды ғой сәсеттің үйінен. Білмеймін туған күні. Мен ит көріп тұрмын. Кішкентай, ұзын. Және ғашық болған бір ұрғашы итке. Үлкен иттерге таланып өлген. Қанша уақыт болды жоғалғанына? Қанша уақыт болды? Жоғалғанына көп болған жоқ, бір 7 жылдай болды. 7 жыл? Иә. Біздің база 6 айда істейді, братан. 6 айды шығарып береді. 7 жылда ондай жоқ, біздің база одобрение вообще бермейді. 6 ай бола ма? 6 ай болса шығарып беруге болады? Жоқ. Демек, табылмайсыз ғой, 6 айдан асты. Мен ит екен көріп тұрмын, ит екен. Сен чау. Молодец. Бірақ маған ұнады. Еркек тәуіп екен. Кәдімгі алаяқтық істемейді, шынын айтып кетті. 6 айға дейін ғана білемін, арада білмеймін. Ит екен тапты, бірақ қайда екенін таппады. Иә, енді дұрыстау білім шығар. Ендеше қарсы алыңыз. Бұл 3-ші тәуіп, талай әлемдік додаларға сынға түсіп жүрген тәуіп. Батыс Қазақстан Атырау облысы Құлсарыдан келіп отырған Лақпа тәуіп. Қарсы алыңыз. Көрдім Айтып өтсеңіз. Таптым дейді. Жоқ, жігіт ол. Жоқ, біліп тұрмын ғой, мынау тәуіп емес қой бұл. Анау емес біз. Сен білақ, мен білақ. Жоқ, молодец, красавчик, сол ән ұнайды маған. Бірақ сол жеріндегі айтатын сөздеріңді осы уақытқа дейін жаттай алмадым. Не деп айтасың сол жерде, айтшы. Кетті лақты ол тыңдамайды неге?